Баршаңызға сәлем. Бүгін очень странные дела, яғни қазақша айтқанда жұмбақ дүниелер дейміз бе, оғаш заттар дейміз бе, әйтеуір осы сериалдың бірінші маусымын айтатын боламын. Егер бұл видео 7000 лайк жинаса, бұл сериалға қайта оралатын боламын. Ал олай болса тұздарыңды дайындап лайктарыңды баса беріңдер. Газвойс сайрайды. Оқиға 1983 жылғы Индиана штаты Хокинс ауылынан басталады. Бізге бір зертханадан бір кісінің қашып бара жатқан жерін көрсетеді. Түбінде оны біреу ұстап алып, лифтсіз жоғары көтеріп жібереді. Әрі қарай бас кейіпкерлермен таныс боламыз. Мынау Майк, мынау Дастин, мынау Лукас, және бүкіл сезон бойы режиссерлармен бірге бір дастарханда шай ішіп, кадрға түспей демалып жүретін Уилл. Бұлар үстел ойынын ойнап отырғанда Майктың шешесі кіріп қалып, "Бол, тарқасаңдаршы, үйлеріңе кетсеңдерші, кеш болып кетті ғой", деп барлығын қуып жібереді. Дастин қалған пиццаны Майктың әпкесі Нэнсиға бермекші болады. Нэнси өзінше болып есікті оның тұмсығының тұсынан қаратып береді. Барлығы великтеріне отырып үйлеріне қайқаяды. Уилл жолда келе жатып біреуді көріп қалып быт-шыты шығып құлайды. Велик сынып қалғандықтан үйге жаяу жүгіріп бара салады. Сөйтсе үйде ешкім жоқ. Содан Уилл үйде жалғыз қалып Гарри мен Марвты күтіп, ойнап айтам, бұл басқа кино. Содан Уилл біреудің жақындап келе жатқанын байқап жүзекке хабарласып көреді. Алайда телефоннан тек мошенниктердің осырығы ғана естіледі. Құбы жоқ та міне есікті ашып үйге жайғасудан безер емес. Уилл сарайға қашып келіп мылтықты оқтай бергенде, "Мен мұндамын" деп құбы жоқ шыға келеді. Уилл бұтына шық қойып қадан келетін тазалайтын заттарды іздей бергенде, құбы жоқ оны білмеймін оны не істейтінін, әйтеуір Газвойстың видеосы ұзақ болсын деп бүкіл қызықты кейінге қалдырады. Ертесіне оның шешесі Джойс Уиллды іздеп бөлмесіне барады. Сөйтсе жоқ екен. Оны Джонатан дейтін ағасынан сұрайды. Ол мүмкін Майктың үйіне қона салған шығар деп мына сәтте есіне түсіреді. Содан Джойс соларға қоңырау шалып, олардың да үйінде жоқ екенін біліп, алаңдауы көтеріле бастайды. Балалар мектепке барады. Бұл жақтан әдеттегідей кейіпкерлерді қысатын жоғарғы кластың көтектерін байқаймыз. Артынша Нэнсидің құрбысы Барбимен таныс боламыз. Сосын Нэнси Стив дейтін жігітімен ерін жапсыра кетеді. Ол кешке қарай онымен уақыт өткізгісі келетінін айтады. Нэнси оған кездесетін орнын айтып кетеді. Ал мынау бізде шерифтердің шерифі Джим Хоппер дейтін керемет кейіпкер. Ол кезінде қызына ем бере алмай одан айырылып, әлі де қайғырып жүргенін кейбір жерлерінен байқайтын боламыз. Хоп кабинетіне кіре бергенде Джойстың төрлетіп отырғанын байқайды. Ол баласын жоғалтқанын айтып, оған тауып берші деп жалынады. Видео басындағы зертханаға оралатын болсақ, қазір ол жақ карантинге жабылып, не болғанын білу жұмыстары жүріп жатады. Сөйтсе ана әлемнен портал ашылып кеткені байқалады. Оған қоса бір қыздың жоғалып кеткені айтылады. Ал жындыхана халатымен орманда адасып жүрген әлгі қыз осы болып шығады. Бұның әзірше аты жоқ. Тек қолындағы берілген нөміріне қарап 11 деп атай берсек болады. 11 қарны ашып кеткендіктен көзіне түскен асханаға кіріп тамақтануды жөн көреді. Алайда аспазшы ұстап алып оған жомарттық танытып, шақыратын адамдарын шақырады. Осы сәтте 11 ойдың күшімен заттармен әсерлесе алатынын байқаймыз. Химия сабағынан соң оқушылар мұғалімнің сөзін тыңдамай шығып кетеді. Ал біздің кейіпкерлер жақсы оқитын болғандықтан оның аузынан шыққан үтір нүкте дейтін сөздеріне дейін аңдитынын байқаймыз. Нәтижесінде мұғалім сигналы алысқа жететін радиостанция көрсетеді. Иә, бұл ағайдың көмегі әлі 1000 рет тиетін болады. Алда әлі көресіңдер. Бір кезде директор кіріп келіп, оларды қазба сұрақтарын алып кетеді. Бұл жақта Хоп, Уилл қайда, соңғы кездер қандай түрсе киіп жүрді дейтіндей сұрақтарынан жаудырады. Джойс пен Джонатан Уиллды іздеп, оның оңашада омалып отыратын шалашын тауып келеді. Өкінішке қарай бұл жерде де Уилл тек шешесінің ойынан табылудан безер емес. Хоп командасымен балақайлардан алған жауабы бойынша жол кезіп келе жатып Уиллдың велигін тауып алады. Джойс Уилл мүмкін әкесіне кеткен шығар деген оймен ажырасқан күйеуіне хабарласып көреді. Сөйтсе оның жаңадан тауып алған қатыны тұтқаны алып, "Кетші" деп телефонды қоя салады. Мына жақта телефон тыңдап отырушылар телефонды тыңдап отырады. Хоп Уиллды таппағанын, бірақ оның велигін тапқанын айтып Джойстың үйіне жетіп келеді. Бір кезде ит бір жерге қарап үре бастайды. Ол жер кеше ғана Уиллдың жоғалған жері етін. Хоп қалташамын алып әрі-бері қарап көріп, "Бүкіл ауыл жанашырларын жина, Уиллды іздейміз" дейтін бұйрығын береді. Оны естіп алып Майкл да өз достарымен Уиллды іздегісі келетін шешесіне айтады. Алайда шешесі қарсы болады. Одан кейін Нэнси шығып, "Мен Барбимен бірге бақылау жұмысына дайындалуым керек" деп сылтау айтып шығады. Ал біз білеміз оның Стив екеуі немен айналысатынын. Соны Майк та қыңқ етіп айтып қалады. Солай балалардың арасында кикілжің туындап, ешқайсысы ешқайда шықпайтын болады. Нәтижесінде отбасы да бір-бірімен ұрысып тынады. Артынша Майк Лукас пен Рацияға шығып кездесетін жерлерін тағайындайды. Стив, "Сен келмесең мен барам" деп Нэнсидің бөлмесіне терезе арқылы кіріп алып, екеуі сағызға таласология дейтін сабақ бойынша бақылауға дайындалады. Майк білдірмей қашып кетеді. Аспазшы шақырған әлеуметтік қызметшілер 11-ді алып кетуге келе бастайды. Алайда олар көтек агенттер болып шығып, аспазшыны атып тастайды. Оны көрген 11 орман жаққа қарай безе жөнеледі. Сол уақытта Хоптың жинаған жанашырлары Уиллды орман ішін тарап іздеп жүреді. Ал мына жақта Майк, Лукас, Дастин үшеуі Уиллды іздеп жүреді. Джойс Уиллдың жоғалғанына қапаланып отырады. Джонатан оған көмектесіп, оның жоғалғанына өзін кінәлап қапалануды күшейте түседі. Сөйтіп отырғанда телефонға біреу қоңырау шалып, менің мына видеома ұқсайтын заттер орын алғанымен, бұлар бірақ телефоннан ешқандай жауап алмайды. Есесіне тұтқа күйіп кетеді. Мына жақта үшеуі келе жатып, әлгі қашып кеткен 11-ге кезігеді.
Содан 11 Майктың үйіне алып келінеді. Балалар оның қысқа шашына қарап, мынау түріпсия ма, өтіріпсия ма, ой мен не айтып кеттім. Жалпы айтқанда бұл қыз болып шығады. Және қолындағы санына қарап 11 дейтін атауды осылар береді. Бірақ 11 деп айту ұзақ болғандықтан, оны Оми деп қысқартатын боламыз. Енді біз де оны Оми дейтін боламыз. Майк оған құрғақ киім береді. Оми ұяттан безгендей болып солардың көзінше киім ауыстыруға кіріседі. Оның ондайды білмейтіндігін байқап, Майк оны әжетханаға шығарып салады. Артынша үлкендерге айтса, олар бұлардың далаға шыққандарын біліп қойып, үйді алькатрас қылып жіберетінін түсінеді. Бұл дегенің Уиллді іздеуге екінші мүмкіндік болмайтыны айдан анық. Сол себепті Оми жайлы тіс жармауды жөн санап, ертең күндіз оны далаға шығарып жіберіп, өзі кеп есік қағып, артынша шешесі есікті ашып, әрі қарай шешесі өзім шешім қабылдар дейтіндей ойға келіп, бүгін бір күн болса да жер төледе түн етеді. Ертесіне Джойстың шатыры кетіп, Уилл қайда дейтін әуен жырлауға көшеді. Сөйтіп отырғанда Хоп сүйіншісін айтып, Уиллді таппағанын хабарлап келеді. Джойс телефонға біреу қоңырау шалып, демалып тұрды дейтін жаңалығымен бөліседі. Хоп оған сенбей, тұтқаның күйіп кеткенін найзағайдан көреді. Таңғы аста Майк тамақты шалтылдатып, бір нәрсеге асығып отырғандай болады. Нэнси оған қой дейді. Майк түнде «Чо там, не істедің?» деп бір-біріне ырылдасып алған соң, Майк астыға түсіп, Омиға вафле апарып, кешегі жоспарын орындауға көшеді. Бірақ Оми осы жерде омал отыра бергісі келетінін білдіреді. Өйткені сыртқа шығуға қорқады дегендей. Зертханадағы жаман көкет Джойстың телефонға демалу туралы әңгімесін тыңдап отырған болып шығады. Волонтерлар күндіз де тынбай Уиллді іздеуін тоқтатпайды. Мектепте Стив достарымен бірге Нэнсиді бүгінгі өтетін кешкі бас қосуға шақырады. Нэнси Джонатанның Уиллді іздеу жөнінде қағаз іліп жүргенін байқап, қасына келіп, аяу сезімін білдіріп тұрады. Майк сабаққа бармай, шешесі үйден кетіп қалғанын күтіп, артынша айналып келіп, Омиді үйдің ішімен таныстырады. Джонатан машинада кетіп бара жатып, Уиллмен бірге бір әнді тыңдаған несіне түсіріп, сол әнді қойып қайран күндер ай деп отырады. Джойс дүкенге келіп, үйіне қарызға жаңа телефон жаздырып алмақшы болады. Зертхана көтектері Джойстың үйіне келіп, қолдарына қышмаларын ұстап бір нәрсе қышытып жүреді. Майк Оми екеуі бөлмесінде ойнап отырғанда, Омидің көзі суреттегі Уиллға түсіп, оны танығандай болады. Бір кезде шешесі келіп қалғанда, Майк Омиді шкафқа тығып кетеді. Оми жабық кеңістіктен қорқып, бұрынғы сұмдықтарын еске алып тұрады. Флешбек бойынша жаман көкелер Омиді бір жерге алып бара жатады. Ал Оми әке деп әлгі зертхананы басқаратын адамға айқайлайды. Біз болсақ, да, мынау соның әкесі ма не деп таңғалып қоямыз. Таңғалдық па? Онда әрі қарай жалғастырамыз. Майк шешесіне мұрнынан су ағып қалды, өкшем тесіліп қалды, нәскиім жыртылып қалды дейтін сылтаулар айтып, сабақтан қалу себебін түсіндіріп, бөлмесіне барып, шкафтан жылап отырған Омиді көреді. Джойс жаңа телефонды әкеп орнатып, Уиллдан хабар күтіп отырады. Хоп, Уиллді іздеп жүргенде, оған шол түрде жүріңіз, ана жақта мынандай болып қалды деп осындай болып қалған жерге әкелетін хабар жетеді. Сөйтсе, көріп отырғандарыңдай аспазшы өзін өзі ат тастағандай көрініске ие болады. Енді оның қаншалықты суицид жасағанын анықтау керек дегендей. Джонатан шыдамай әкесінің үйіне келіп Уиллді іздеп көреді. Алайда ол табыла қоймас. Дастин мен Лукас Майкқа келеді. Майк оларға Оми Уиллді танып қойғанын айтып түсіндіреді. Сонда Лукас оған сенбей, бұл кім сонша? Кеше ғана орманнан тауып алған шарамиктің сөзіне сенесің бе? Одан да шешең айтайықты деп оқтала бергенде Оми атаңның басы дейтін қозғалыс жасап, ешкім мен жайлы естімейтін болсын. Түсініп па? дейтін ережесін күшпен орната бастайды. Хоп, әлгі өлген аспазшының досымен кездесіп, одан не көргенін сұрайды. Ол бір баланы көргенін айтып қалады. Хоп, оны Уиллмен ұқсата бастайды. Енді біз бұның Оми жайлы айтып тұрғанын жақсы білеміз. Нэнси Барбараны өзімен бірге қуу кешіне баруға сындырып отырады. Майк отбасы әбет ішіп, бәрі дастарханда отырғанда, Омидің іші пысып төмен түсе бастайды. Дастин үлкендер көріп қоймасын деп көз алдайды. Әлгі мұғалім құбыр тауып алып, оны Хопқа көрсетеді. Сөйтсе, оның ұзындығының бітетін жері зертханадан бірақ шығатыны айқындалады. Балалар жиналып, Омиға Уилл дейтін достарын іздеп жүргендерін айтады. Алайда Оми көп нәрсені түсінбейтін болғандықтан, оған достықтың мағынасын түсіндіруге тура келеді. Енді бұл заманда чат GPT жоқ болғандықтан, оны ауызбен түсіндіруге тура келеді. Нэнси Барбараны сындырып алып, бас қосуға жол тартады. Оми ойын үстелін тоңқайтып, Уилл бір құбыжықтан тығылып жүр дегенге келтіреді. Джонатан Уиллдің велигі жатқан жерге келіп, айғақ табам деген оймен суретке түсіре бастайды. Бір кезде деген дыбысқа елігіп, Джон осы жерге жетіп келеді. Сөйтсе, Стивтің бас қосуы орын алып, банканы sıрадан тез босату дейтін ойын ойналып отырады. Арада Барби қолын кезіп алады. Джонатан оның бәрін суретке түсіріп, маниакшылығын танытады. Мына жақта телефонға қоңырау келеді. Джойс тұтқаны ала бергенде, «Мәм» дейтін Уиллдің дыбысын естігендей болады. Осы сәтте тұтқа қайтадан күйіп кетеді. Джойс жарықтардың жыпылықтап тұрғанын байқап, оны Уиллдің беріп жатқан белгісі ретінде қабылдайды. Алайда жарық өшіп қалып, қабырғадан бір бәле шыға бастайды. Джойс қашып көлікке отырады. Жарық қайтадан қалыпқа келеді. Мыналар бассейнге сүңгіп алған соң, Нэнси Стивтің артынан шауып береді. Барбараның жұбы жоқ болғандықтан, оған сағызын өзі ғана шайнап, үйіне қайтуға тура келеді. Стив пен Нэнси түйме ағытуға көше бастағанда, оларды Джонатан түсіріп отырады. Онымен қоса Барбара да кадрға түсіп қалады. Джон камерасына қарай бергенде, Барбараға құбыжық жасалған сәтті жіберіп алады. Барбара тоңқайма әлемнен оянып, адасып жүреді. Бұл жерде құбыжық та Барбараға тәрелкесін дайындамақ болады. Түбінде Барби соның тәрелкесінен тап болып тынады. Ал Нэнсидің әрине оны аңғаруға қолы тимей жатады. Түнде Нэнси үйіне келгенде, алдынан шешесі, "Осы Стивпен пиқылдасқаныңды қашан қоясың?" деп шыға келеді. Нэнси, "Ту, мам, біз пиқылдасқан жоқпыз. Біз жай ғана құрбымызбен шиқылдасып ойнадық" дегенге келтіреді. Шешесі оның үстіндегі Стивтің күртесін байқап, "Ей, менен жасырмай қайта берсей" дегендей арада жанжал туындайды. Азанда Джонатан біртүрлі дыбыстардан шошып оянып, шешесінің шамдармен сөйлесіп отырғанын көріп, оның бойынан
шатыр кету белгілерін байқайды. Оған қоса Джойс патологын қойып, қабырғадан біреу шығып мені қуды ғой дегенде, Джонатан болды осымен бітті деп ойымен жындыханадан орын дайындайды да шешесін жатқызып ұйықтатады. Балалар Уиллді іздеу мақсатында қарулана бастайды. Лукас дүрбі, пүрбі, рогатка, прогатка, пышақ. Бұған пы қосып қалайды ме? Жарайды. Сондай заттар алады. Дастин азық-түлікпен қамтамасыз етеді. Сөйтіп отырғанда Майктың шешесі сөздерін бөліп сабақтарына аттандыра бастайды. Майк Омиға сағатын беріп, осы уақытта аталған жерде тұратын бол, Уиллді іздеуге көмектесесің деп онда алып алмақшы болады. Нэнси сабаққа келгенде Барбараның жоқ екенін байқайды. Стив оны шақырып алып, кеше уақытты жынды өткіздік дейтін әңгімесінен гәпіреді. Шерифтер Уиллдің ізімен жүріп келіп, зертханадан табылып жатады. Оми үйде жалғыз қалып, үй ішіне экскурсия жасап тастайды. Креслоға отырады, теледидар көреді, арасында коланың жарнамасын көріп, зертханада ойдың көмегімен соның банкасын мыжып тастап мұрны қанап кеткен сәтін бір еске түсіріп алады. Джойс шатырдан таюдың шегіне жетіп, үйдің бәрін жаңа жыл келмей жатып гирлянда іліп, баласымен байланысқа шықпақшы болады. Бұл аз болғандықтан дүкенге барып, сатушының қарыз дәптеріне тағы да сия түсіреді. Хоп, зертханадан қатынайтын құбырды көріп, ол жерге кім келгенін камерадан көрмекші болады. Ішіндегілер камераны қосып, көрдің бе, ештеңе жоқ дейтіндей беттері былш етпей өтірік соғады. Оны Хоп байқап, сол күні жаңбыр жауып тұрған етін. Нап, камерада бір тамшы жоқ деп шикілікті анықтайды. Ішіндегілер порталдың қасына бір нәрсе қағу үстінде. Нэнси асханада отырып, Барбараны көрмедің бе? Ол қайда кетті? Дейтін сұрақтармен давлениясын көтеріп отырады. Оны қасындағылардан да сұрап көреді. Олар сол сәтте көздері көз емес, без болып кеткенін айтады. Джонатан дәлізден өтіп бара жатып, Нэнсиға қарап маньяктылығын жасап өтеді. Балалар рогаткаға тиісті тастарын іздеп жүреді. Сол уақытта мына бейшара көтектер келіп, балаларға тиісе бастайды. Арасында Майкты шалып құлатып, иегін жарады. Джонатан түсірген суреттеріне бейне келтіріп тұрады. Оны қасында тұрған бір қыз көріп қойып, суреттері кілең маньяктылық екенін біле бергенде, Джонатан әрі ойнап қашады. Джойс үйінің бәрін гирляндамен безендіріп жүргенде, үйге Майктың шешесі келіп жеті гүлше таратып жүргенін айтып Джойспен бөліседі. Хоп мұрағатқа келіп зертханамен байланысты ақпарат іздеуге көшеді. Карен Джойсты жуатып тынышталдырып отырғанда, гирляндалардың жанғанын нағыз байқап, артынан еріп беріп Уиллдің бөлмесіне келеді. Бұл жақтан қабырғадан енді бір бәле шыға бергенде, үлкендер кеп қалып бәрі түк болмағандай орнына келе қалады. Қыз оны айтайын десе, әлі тілі шықпаған. Оны түсінген Джойс бұларды қауіпке душар етпей үйлеріне қайқайтады. Джонатан өз көлігіне жақындай бергенде, алдынан Стивтің командасы шығып қалады. Сөйтсе мына қаншық суреттер жайлы айтып берген екен. Стив олай аңдыған дұрыс емес екенін түсіндіріп, маньяктылық жасағанша мобилограф болып ақша таппайсың ба деп камерасын сындырып тастайды. Нэнси суреттердің арасынан Барбараны байқап, жыртылғандарын өзімен бірге алып кетеді. Оми айтылған жерге айтылған уақытта келіп, мысықты көріп қалып, тағы да қай-қайдағыларды есіне түсіре бастайды. Сөйтсе бұл жолғысында оған мысықты өлтіртпек болған екен. Ол өлтірмей қарсыласады. Сонда Жаман көке оны бөлмесіне қаматқызады. Оми, мысықты өлтіре алмасам да сендерді өлтіре алам деп мойындарын пырт еткізіп тастайды. Жолда кетіп бара жатып, иегіне не болған дейтін сұраққа Майк өтіріктен құлап қалдым деп жауап береді. Сонда Оми, достар өтірік айтпайтын еді білесің бе? Дейтін қағиданы еске түсіріп, оған шынын айтқызады. Нэнси Стивтің үйіне келгенде Барбидің машинасы өткен түні тоқтаған орнынан тап жылмай тұрғанын көреді. Бір кезде арттан бір бәле зу ете шығады. Джойс гирлянда арқылы Уиллмен сөйлесіп көруге тырысады. Иә деген жауапқа бір рет жанады, жоқ деген жауапқа екі рет жанады дегендей. Содан Уиллдің қауіп үстінде екенін білеміз. Солай Джойс қабырғаға алфавиттегі әріптерді жазып шығып, әрқайсысына шаміліп қояды. Нэнси үйіне келіп, Барбимен бір жаман нәрсе болғанын айтады. Хопқа біреу бір бәле дейді. Ол ойбай деп мигалкасын қосып, бір аяғын осы жерге тастап, екіншісін сол жақтан төрлетеді. Балалар Уиллдің үйіне келген соң, Оми Уиллдің осы жерде тығылып жүргенін айтады. Лукас әдеттегідей оған сенгісі келмей, одан да полиция шақыра салған дұрыс еді ғой дейтін әуеніне басады. Бұлардың диалогтарының арасына дейтін еліктеуіштерді қосып, полиция да жетіп келеді. Балалар да көп кідірместен олардың арттарынан қаз-қатар еріп береді. Джойс әріптерден «Мама, мен дәл қасыңда тұрмын» дейтін сөзді оқиды. Артынша Уилл оған «Run». Қазақша айтқанда қаш дейтін белгі бере бергенде, қабырғадан құбыжық шыға бастайды. Полиция көлдің жағасынан табылып, судан Уиллдің денесін алып шығады. Майк өз көзіне сенбей шок болып, оның өлгенін жоққа шығарып, айналасына айқайлап Омиді өтірікші қылып кетіп қалады. Хоп, болған жайтты Джойсқа жеткізіп келеді. Джойс оған сенбей, мен онымен сөйлестім, қабырғадан бүжай шықты. Сенбесең Казвойстың видеосын көрші, пожалуйста, сенесің сол кезде дейтіндей Хоп оның сөзіне сенер емес. Оны тыңдап, Джонатан да оны жуатып сабырға шақырады. Хоп оны жынды деп ойлай бастайды да, ертең мәйітханаға келіп денесін көр, сонда сенесің деп көргенін сандыраққа шығарады. Джойс қолына балта алып, Уилл жоғалған сарайға барып сол жерде түнеп шығады. Майк жертөледе Омимен бірге отырып, оған онша сенбейтінін білдіріп қапа болады. Сонда Оми өз күшін қосып, рацияны пышылдатып Уиллдің даусын естіртеді. Азанда Майк шешесіне «Бүгін мен сабаққа бармаймын, үйде боламын» деп ескертіп қояды. Артынша жаңалықпен бөлісу мақсатында рациямен Лукасқа шығып көреді. Ол көті тырсып жатқандықтан жауап бермей қояды. Түбінде үн қатады. Хоп мәйітханада отырып, мәйітке сою жұмыстары жүргізіліп қойғанын естиді. Хоп Джонатанмен сөйлесіп отырғанда, Джойс шығып мәйітті көріп, «Бұл Уилл емес қой, оның көтенінде қал бар етін» деп сенбеушілігін жалғастырады. Нэнси Стивқа оның үйінің маңайынан беті жоқ құбыжықты көргенін хабарлайды. Оған Стив алаңдап, «Туй, енді полиция бізді де сұраққа алатын болды ғой. Менің мамам вечер жасағанымды білсе, мені білесің бе не істейтінін?» дейтіндей басыма
аман болсын әңгімесін айтқанда, Нэнси ойбай мынандай жігіттен сақтасын деп жағын ұстап кетіп қалады. Джойс пен Джонатан Уиллды жерлеуге дайындалып жүреді. Алайда Джойс Уиллдың тірі екенін растаудан еш кері шегінер ой жоқ. Джонатан оған ашуланып, сенбесең сенбе, мен інімді адам құсап жерлеймін деп екеуі көшеде тұрып ұрысып қалады. Балалар үйде жиналып, Уиллдың рацияға шыққаны жайлы әңгіме айтылады. Әдеттегідей Лукас оған сенбей, "Ей, кеше ғана оның денесін көрдік емес пе? Болды ғой, мына далбасаларыңды қойсаңдаршы" дегенге келтіреді. Артынша Уиллдың жиілігін ұстау үшін мықты радиостанция қолдану керектігі шешіледі. Ол үшін мектепке барып соған қол жеткізу керек дегендей. Солай Майк Нэнсидің ескі киімдерін ақтарып жатып, Омиді сықитып киіндіріп басына парик тағады. Зертханада қада орнатылып, оған смархан байлатылып, бір ерікті порталдың ішіне кіргізіліп жатады. Мектепке полиция келіп, Нэнсиді ана түнде не істедіңдер деп сұраққа алады. Шериф коронермен, яғни мәйітті соятын адаммен сөйлеседі. Ол сен ай қарап жүргенде бірнеше штаттықтар келіп оның денесін сойып қойған дейтін өтірігін бықсытады. Оның бықсып отырғанын Хоп сезіп қояды. Шиголдар мектепке келеді. Оларды мұғалім ұстап алып, Уиллды еске алу жиналысына шақырады. Бірінші соған қатысады. Артынша кабинет осылардікі деп келісіледі. Нэнси үйіне келгенде шешесі қайтадан оны қыспаққа алып, "Жоқ, шынымен айтшы, пиқылдастыңдар ма?" дейтін сұрағын қоюдан жалығар емес. Нэнси пиқылдасқанда қалай? Өмір ғой енді, не дейсің? деп бөлмесіне кіріп кетіп, жыртық суреттерді жинап отырып, бір түрлі бір құбыжықтың силуетін көзі шалып қалады. Зертханада әлгі порталға сүңгіп кеткен ерікті бір бәле көргенін хабарлап, "Тартыңдар" деп айқай салады. Алайда Троспен оның тек қаны ғана шығады. Жиналыста екі көтек Уиллдың өлгенін мазақ қылып отырады. Бәрі біткенде ашуланған Майк мазақтың тозаққа апаратынын түсіндіріп береді. Оған Оми көмектесіп, байқұсты бір орында қатырып, елдің көзінше бұтын жылтырып жібереді. Джонатан Уиллға табыт таңдап жүреді. Нэнси келіп, одан мына құбыжық жайлы сұрайды. Джонатан білмейтінін айтады. Хоппер барда Уиллды тапқан шалмен sıрадан қылықтып отырады. Оның әңгімесі тиіп қашу болғандықтан, Хоп далаға шығып шындықты жұдырықтың күшімен біліп алуға тырысады. Шал міңгір-міңгір етіп ештеңе айтпай қояды. Бір кезде Хоп оларды аңдып жүрген машинаны көріп қалып, ұстай алмай қалады. Оми керекті жиілікке шығуға тырысады. Арасында бізге оның ой арқылы адам таба алатын мүмкіндігін бір көрсетіп өтеді. Нәтижесінде ол Уиллдың хабарламасын тауып, рациядан естіртеді. Бір қызығы, оны Джойс та, балалар да ести алатын болып шығады. Джойс түс қағаздың артынан шыға алмай жатқан Уиллды байқап, оны сол бойы шығара алмай тоңқайған әлемнің тесігі бітеліп қалады. Ал балаларда құрылғы өртеніп кетеді. Дастин оны сөндіріп үлгереді. Джойс көріп алған сұмдықтан соң кувалданы алып, қабырғаны тесуге кіріседі. Нәтижесі үйде Уилл емес, сквозняк қана қаңғырып жүретін болады. Джонатан Нэнси екеуі суретті шығарып отырып, құбыжықты анықтап байқайды. Осы сәтте Джонатан жындының да зандыраға келеді екен ғой дегендей, Джойстың көрген құбыжығына сене бастайды. Хоппер мәйітханаға келіп, күзеттерді пәріп жіберіп, Уиллдың денесіне қол жеткізеді. Артынша қолына пышақты алып, оны әрең дегенде союға ұмтыла бергенде, іші толған мақта, яғни Уиллдың денесі емес, жай ғана муляж екеніне көзін жеткізеді. Джойстың үйіне бұрынғы күйеуі келіп, онымен көріседі. Сол уақытта Хоппер қолына тістеуігін алып, ішіне кіргенде алдынан екі күзет шығады. Хоппер оны пәріп жіберіп, біреуінің картасын алып, карантин аймағына еніп алады. Джойс бұрынғы күйеуімен сөйлесіп, болған жайтты айтып көреді. Бұл да оны жынды деп ойлап, "Ай, молдаға оқытылсашы құрсын" дейтін тупой кеңесін береді. Балалар Уилл тоңқайған кеңістікте, бірақ өзінің үйінде отыруы мүмкін дейтін тұжырымға келеді. Шериф барлығынан қашып, лифт тауып алып, басқа қабатқа түседі. Сөйтіп әлгі порталға жетіп алады. Бірақ оны осы сәтте ұйықтатып тастайды. Джонатан үйіне келсе, әкесі отыр екен. Екеуі оңашаланып бөлмеге кіріп сөйлесіп көреді. Бірақ бұлардың әңгімелері жылы қабақ танытарлықтай емес. Азанда Уиллды жерлеу рәсімі орын алады. Хоппер өз үйінен оянады да, айналаның бәрін төңкеріп, сындырып қопарып өтеді. Нәтижесінде ол тыңдайтын өсекші аппарат тауып алады. Балалардың рация арқылы Уиллмен сөйлескендерін мына жақта жаман көкелер тыңдап, Омидің солармен бірге жүргенін түсініп алады. Нэнси мен Джонатан сөйлесіп, құбыжықты өлтіреміз дейтін шешімге келеді. Енді біреуі құрбысын, біреуі інісін жоғалтты дегендей. Джонатан әкесінің бардачогын сындырып, ішінен тапаншаны қолға түсіреді. Штаттық полиция мектепке келіп, алдында балалардың қайда болғанын біліп кетеді. Уиллдың қонағасын беріп жатқанда, балалар мұғалімнен теория жүзінде басқа әлемге қалай есік ашуға болатынын сұрайды. Мұғалім қолына тәрелке мен қаламсап алып, мысалы мынау адам арқанның үстімен кетіп бара жатыр. Арқанның үсті біздің әлемдерлік. Ереже бойынша адам тек алға және артқа жылжи алады. Ал оның қасында келе жатқан құмырсқа да алға және артқа жылжи алады. Алайда ол жіптің астымен, яғни тоңқайған әлеммен де жүре алады. Бірақ адам жүре алмайды. Дегендей бәрін түсіндіріп береді. Нәтижесінде адам ол жаққа түсу үшін үлкен энергия керек. Дегенге келтіреді. Әрине бұл да теория жүзінде. Иә, теориясымен, ал кейбір кейіпкерлер оны практикаға асырып жатқанын бұл қайдан білсін? Хопқа шериф достары келіп, орманда тағы екі адам жоғалып кеткенін жеткізеді. Артынша Барбараның машинасын федералдар тауып алып, оны шерифтер тауып алды, білесіңдер ме? Дегендей солардың жұмысын тындырып тастағандары жайлы айтылады. Балалар Майктың үйінде отырғанда, Дастин компастың тілшесі негізінен солтүстікті көрсетуі керек. Бірақ мынау басқа жақты көрсетіп тұрғанын айтады. Портал ашылған болса, жердің магнит өрісі өзгеріп, ол жаңалыққа тарап, елдің бәрі білер еді. Демек, ол портал Уиллды іздейтін портал екенін түсініп, компастың бағдарымен жүре беруді жөн көреді. Ал Оми оның зертхана жақта орналасқанын түсініп, үрейлене бастайды. Джойс мынау душқа түсіп жатқанда, оның сөмкесінен
бір құжат тауып алады. Сөйтсе бұл сволыш Уилл үшін емес, мемлекеттен бөлінетін ақша үшін келгені анықталады. Арада сен бізді тастап кетіп қалдың, ал сенің балаларға қарағаның сол ма, біреуінен айырылып қалдың дейтін ұрыс басталып кетіп, мынау үйден қуып шығылады. Нэнси битамен ұрып жаттығып тұрғанда, Стив келіп одан кешірім сұрап, болған жағдайды шамалы ұмытып, оны кешке киноға шақырады. Нэнси бас тартады. Джонатан банкыларды атып жаттығып жатады. Нэнси келіп, маған атуды үйретші деп қасына жайғаса кетеді. Джон өз әкесін жамандайды. Нэнси шешесі әкесінің байлығына қызығып тиіп алғанын айтып, банкіні дәлдейді. Хоппер бұрынғы әйеліне хабарласады. Алайда әр жақтан жылап жатқан бөтен сәбидің даусын естіп, тұтқаны қоя салады. Балалар компастың тілшесін тугис ретінде пайдаланып, порталға қарай жол тартады. Оми жаман болып артқа қарай жол іздейді. Қай-қайдағыны еске түсіру жалғасады. Бұл жолы алыстағы адамның не айтып жатқанын есту үшін Омиді суы бар ыдысқа салып қояды. Джон мен Нэнси де орманда келе жатып әңгіме айтады. Алайда әңгімелері орынсыз болды ма, әйтеуір ұрсып тынады. Хоппер Джойстың үйіне келіп, онымен әріп арқылы сөйлеседі. Өйткені үйдің кез келген жерінде тыңдау аппараты тұруы мүмкін. Оған қоса Джойстың үй шамдармен безендірілгендіктен, олардың бәрінде тыңдау бар дегенге келтіреді. Балалар бір жерге келгенде Лукас қайтадан Омиға тіреліп алып, оның портал жақ қауіпті екенін біліп келе жатқанын түсінеді. Типа бізге неғып айтпайсың оны дегендей. Хоп үйдің ішін өсекші аппараттың бар жоқтығынан тексеріп алған соң, Джойсқа Уиллдің денесі муляж болып шыққанын жеткізеді. Майк пен Лукас Омиді біреу жақтап, біреу даттап ұрысып алады. Оған шыдамай Оми Лукасты ойдың күшімен лақтырып жібереді. Артынша тағы бір флешбек көрсетеді. Бұл жақта Оми суға түскен соң қап-қараңғы жерден оянып бір еркектің қасына жақындайды. Оның сөздері зертхана буферлерінен естіліп тұрады. Оми бір нәрседен қорқып қаша жөнеледі. Ал мына жақта Лукас көті тырысып кетіп қалады. Ол аздай Оми да жоқ болып кетеді. Түнге қарай Джон мен Нэнси орманда келе жатады. Нэнси біреудің даусын байқап сол жерге барады. Барса бір елікті машинаға ағып кетіп, ол қансырап жатады. Солай екеуі оның азапталуын азайтып тапаншаны тақай бергенде елікті біреу сүйреп кетеді. Нэнси қанды іздің үстіне түсіп келе жатып, зертханадағы порталға ұқсайтын соның кіші филиалын тауып не істейді? Әрине любопытствосы жеңіп ішіне кіріп адасады. Нэнси Барбараны көргендей болады. Артынан құбыжықтың өзін көріп қаша жөнеледі. Джон оның жоғалғанын байқайды. Нэнси оның даусы бойынша порталға келіп екеуі кездесіп, Джон аяғында әйтеуір Нэнсиді суырып алады. Стив достарымен Нэнсиға келеді. Сөйтсе Нэнсидің Джонның құшағында жылынып отырғанын тамашалайды. Джойс пен Хоп темекі шегіп отырады. Хоп зертханада болған қызықтарды әңгімелейді. Соңында Уиллдің ізіне түсіп жүріп, әлгі аспазшының сипаттауы бойынша басқа баланың ізіне түскенін анықтайды да, біреу жоғалды, біреуі табылды деген осы екен ғой деп ойланып қалады. Нэнси душ қабылдап тұрып, болған сұмдықтарды еске алады. Артынша төсекке жалғыз жатуға қорқып, қасына Джонды жайғастырады. Хоппер біреуде мекен-жай сұрап, Джойс екеуі сол жаққа аттанады. Азанда Джон мен Нэнси ойланып отырып, құбыжық акула сияқты қанның иісіне келеді дейтін айтып, соны тексеруге кіріседі. Мұғалімге әлгі аспазшыны өлтірген көтек агент келіп, осы сіздерде жақсы оқитын оқушылар бар ма деп сұрайды. Мұғалім бір екеуі бар екенін айтады. Майк пен Дастин болған жайтты әңгімелейді. Дастин, сен бірінші ұрдың, сондықтан сен бірінші кешірім сұрайсың. Бұл біздің достықтың ережесі деп оны көндіреді. Түбінде екеуі жолдан Лукасты алып, Омиді іздейтін болып шешеді. Омидің флешбегі. Оған әкесі гүл ұстатып, ақ түйенің қарнын жарып, бүгін контакт екенін айтады. Ол түсінен шошып оянып, орманнан оянады. Кәрін Нэнсидің бөлмесін ашып кіреді. Сөйтсе ол терезеден қашып жоқ болып кеткен екен. Майк пен Дастин Лукастың үйіне келіп, оған достық қолын созады. Лукас, қолын жумайсың ба дегендей өзінше болып, порталға Омисіз барамыз, немесе мүлде бармаймын деп шарт қояды. Майк қайтадан Омиді жақтап шығады. Түбінде Лукас, кетіңдерші деп порталға жалғыз өзі аттанып кетеді. Оми дүкенге келе жатып, тағы да суға түсіп, қараңғы жерден оянған сәтін еске түсіреді. Ол дүкеннен вафли алып, төлемей шығады. Арасында күшін де қолданып үлгереді. Джойс пен Хоп аталған орнынан табылып, бір кісімен сөйлесу керектігін айтады. Ол кісі Омидің шешесі болып шығады. Лукас шығып бара жатып, штаттық полицияны көріп, онымен бәрі дұрыс сияқты түр жасап алып, Уиллді іздеуге басады. Дастин мен Майк Омидің керемет екенін еске түсіріп, оны іздеп келе жатады да, соның бытыштың шығарып кеткен дүкенінен тап болады. Мына жақта Терридің әкпесі кезінде Терриді жаман көкелер алып кетіп, оны нашаға тойдырып, тұзды суға салып эксперимент жүргізгенін, және оның сол уақытта аяғы ауыр болып жүріп, кейін түсіріп алғанын айтады. Лукас зертханаға жетеді. Нэнси мен Джонатан қару-жарақ дүкенінен керек-жарағын алып шыққан соң, кинотеатрдың сыртынан Нэнси дейтін шимайды оқып қалады. Оның Стив екенін түсінген бұлар солардың қастарына келеді. Артынша Стив Джонға секіре бастайды. Джон мә саған деп тоқтай алмай Стивдің аузын қанжалатады. Сөйтіп тұрғанда полиция келіп қалып, екеуін бөлімшеге алып кетеді. Оми орманға келіп, оңашада тамақ ішіп отырып, оны Майк пен Дастин шақырып жатқанын естиді. Алайда ол екеуін көтектер күтіп алып, әрмен қарай қуып кетеді. Лукас порталға қол жеткізуі қиын, өйткені ол федералдардың қарауында екенін түсінеді. Ол талға шығып, дүрбісіне көзін тақап, зертханадан әскери жүк көлігі шыққанын байқайды. Екеуі алысқа қаша алмай көтектерге ұсталып қалады. Көтектердің біреуі Дастинге пышақ тақап, Майкқа «Қыздан секір, әйтпесе Дастин жақын арада дантистқа жолығады» деп қорқытады. Майк «Ойла қой құрсын рас па?» деп әр ойланып бер ойланып қыздан секіруді жөн көреді. Құлап бара жатып, оның әуеде қалқып тұрғанын байқаймыз. Сөйтсе Оми оны ойынның күшімен ұстап тұрған болып шығып, бір көтектің қолын сындырып, екеуінің табандарын жалтыратады. Флешбекке оралатын болсақ, Оми қараңғы жерде жүріп, алыстан құбыжықты байқайды. Артынша соның қасына барып, оны ұстай бергенде, құбыжық Омиді қатты шошытады. Соның салдарынан Омидің шыңғырығы портал ашып жіберген болып шығады. Содан екен ғой тоңқайған әлемнен құбыжықтар дайын
асқа тыққасық болып жүргендері деп енді түсінгендей болып өтірік білмей қаламыз. Оми екеуімен көрісіп, енді ажырамастай болып құшақтасады. Оған қоса Оми портал соның кесірінен ашылғанын айтып қалады. Сөйтіп үшеуі үйге қайтып бара жатқанда, жолдан оларды штаттықтар көріп қойып, Омидің солармен жүргенін жаман көкеге жеткізеді. Артынша барлығы қаруланып алып, соны аңдуға жығады. Үйге келген соң Майк Омидің баригін шешіп, саған осылай-ақ жарасады дегенге келтіріп, жастарына қарай алмай тұрғанда, "Уй" деп Дастин кіріп келіп, Лукастың жаман көкелерді байқағанын жеткізгенін Дастин жеткізеді. Терезеден қараса, шынымен солар жақындап келе жатыр екен. Барлығы далаға қашып шыққанда, жаман көкелер оларды байқап, арттарынан қуа бастайды. Жолдан Лукас жайғасып, қашуын жалғастырады. Алдарынан бір фургон шыға келгенде, Оми оны өз бойынан асыра фургонды жамбасқа қадайды. Қалғандары жол бөгеттеліп орнында қатады. Барлығы бұрын ұрысып қалған жеріне келіп, осы жерде татуласады. Джойс пен Хоп бөлімше келеді. Сөйтсе Нэнси мен Джонатанның да осы жерде ұсталып отырғаны байқалады. Джойс ойбайға салып екеуін босатпақ болады. Қызметшілер олардың алдында қару-жарақ дүкенінен алынған тауарларын көрсетеді. Майктың үйіне көтек агент пен Какай көке келіп, фоторобот бойынша Омиді көрген-көрмегенін сұрайды. Карен керісінше бұларға сұрақ қойып, "Ол кім?" дегенге келтіреді. Сонда Какай шал Майктың қауіп үстінде екенін айтып, мазғаны біраз тоңқайтып тастайды. Балалар сүйікті жерлеріне келіп, не істейміз дейтін сұрақтарын қойып тұрғанда, үстіден гүрілдеп тікұшақ ұшып өткенде, бұлар автобустың ішіне тығылып қалады. Бөлімшеде Джонатан суретті көрсетіп, құбыжықты қан қызықтыратынын айтады. Артынша Джойс оған, "Сен не істеп жүрсің? Не ана сурет?" деп ұрсады. Сөйтіп тұрғанда қолы сынған көтектің шешесі шыңғыра бастайды. "Хоп, протокол толтырыңдар да жіберіңдерші, мыналарды уақыт жоқ" дей бергенде мына көтек Омиді сипаттап береді. Хоп оған құлағын түре қалып, оның кіммен жүргендеріне дейін біліп алады. Стив Джонатаннан таяқ жеп алған соң дос сымақтардан сөгіс естіп, күлкінің астында отырады. Оған шыдамаған Стив олармен ұрысып тынады да көлігіне отырып кетіп қалады. Джойс, Нэнси, Джонатан, Хоп төртеуі машинаға отырып, Уиллді қалай іздеу керектігін ақылдасады. Үйге келген соң рацияға шығу арқылы балалардың жиілігін ұстап алады. Мына жақта Стивтің әдемі сөзбен бүлдірген жерді сүрту жұмыстары жүріп жатады. Өзінің гац кетірліктеріне бетін жапқан Стив келіп, кір тірлігін өзі жуып тастауды жөн көреді. Балалар мына квартетті күтіп отырады. Алайда олардан бұрын байланыс жиіліктерін тыңдап отырушы көтек агенттер келіп қалады. Хоп періп жіберетін әдетіне басып, балаларды аман алып олармен жолығады. Барлығы Джойстың үйіне келген соң, Майк мұғалім айтқан теорияны, яғни тоңқайған кеңістік туралы нәрсенің бәрін түсіндіреді. Оми Барбарамен байланысқа шығып көреді. Алайда мүмкіндік сәтсіз нәтиже береді. Мына жақта мұғалім бір ханыммен кеш өткізіп отырады. Осы сәтте оған Дастин хабарласып, үй жағдайында депривация камерасын қалай істеу керектігін сұрайды. Мұғалім, мен қызбен бағана тұрғам, қазір отырмыз, енді жатайын деп жатырмыз дегендей уақыт жоқ екенін айтады. Бірақ түбінде Дастин оны айтқызып алады. Сөйтсе ол үшін 700 килограмм тұз керек екен. Оны қайдан табамыз дегенде, мектептен дейтін жауап келіп, барлығы мектептен табылады. Балалар спорт залдың ортасында бассейн құра бастайды. Майк пен Нэнси құбыршек алып келуге кетіп, арада енді ешқандай құпия болмасын деп келіседі. Солай Майк Нэнсиден, "Сенің жігітің Джонатан ба?" Нэнси Майктан, "Сенің қызың Оми ма?" дейтін сұрақтарға жоқ дейтін жауап аламыз. Кейін олар ияға айналатын, айналмайтын алда әлі көретін боламыз. Джойс Омиға көзілдірігін беріп, көмегі үшін рахметін айтып отырады. Бассейнді толтырып болған соң, Оми көзілдірігін тағып суға жатады. Оми қараңғы жерден оянады. Алдынан бір нәрсені байқап, қасына барғанда Барбараның мәйітін табады. Омидің бойын байбалам жаулап, еріксіз қозғала бастайды. Джойс оны жуатып сабырға шақырады. Артынша Оми шалашты көріп, ішіне кіріп, әлсіреп жатқан Уиллді байқайды. Бірақ ол буға айналып кетеді де Оми оянады. Хоп, әлгі шалашты көріп қайтуға аттанады. Джойс та онымен бірге ілесіп алады. Нэнси Джонатанға қол қусырып қарап отыра бергеннен гөрі, құбыжықты өлтіріп Барбараның сазайын бергісі келетінін білдіреді. Бірақ соның барлығын қол қусырып отырып айтады. Джойс пен шериф зертханаға келеді. Нэнси мен Джонатан қол қусырып болған соң бөлімшеге келіп, алдында тартып алынған пайдалы заттарды білдірмей алып кетеді. Хоп пен Джойс көтек агенттерге ұсталып қалады. Ал Уилл шалаш ішінде ән айтып уақыт өткізіп жатады. Айналасында құбыжық соған билеп жүреді. Джойс кісенделіп отырады. Какай көке оны сұраққа алып, Уиллмен байланысқа шыққаны жайлы білетінін айтады. Артынша өтіріктерін бөсіп, біз бәрін жақсы қылуға тырысамыз. Уиллді табамыз, бірақ сіздің көмегіңіз керек, дейді. Джойс, армандапсың, дейтін жауабын береді. Хопты көтек агенттер электрошокпен қыттықтап, біздің зертхана туралы не білесің, дейтін сұрақтарын қойып жатады. Хоп бәрін білетінін айтады. Артынша Хоп, Джойс екеуі порталға өз еріктерімен кіріп, Уиллді іздеп шығуын сұрайды. Есесіне зертхана жайлы ұмытып, ешкімге тыс жармайтынын айтады. Нэнси мен Джон Джойстың үйіне келіп, бензиндерін төгіп, қақпандарын құрып, тапанша оқтарын салып, құбыжықты шай қойып күтіп отырады. Ол аздай Джон битаға шеге қағып, осындай суық қару жасап жатады. Жаман көке шерифке темекісін беріп, Омидан қайда екенін сұрайды. Бірақ Хоп оны айтпас бұрын балалардың қауіпсіздігін талап етеді. Артынша екеуін босатады да тоңқайған әлемге кіретін костюмдарын кигізе бастайды. Көтек агенттер Какай көкенің тапсыруымен жасақ құра бастайды. Какай көке Хоптың порталдан аман шығатынына сенім артпайды. Хоп пен Джойс тоңқайған әлемге тап болып, соның дәлізімен серуендеуге кіріспе жасайды. Хоп қызын бір еске түсіріп алады. Джон мен Нэнси қолдарын кесіп, қан шығарып
деп құбыжықты шақыруға көшеді. Балалардың іштері пысып, бұлар да Нэнси ұқсап қол қозырып қарап отыра бермей, бірдеме істеу керектігін айтып, неге соны жасамасқа әуенін жырлайды. Дастин, одан да тамақ тик деп шоколад алып келуге кетеді. Джон мен Нэнси алақандарын байлап алады. Сол сәтте үйге есікті біреу қағады. Ашып қалса, Стив кешірім сұрап келіп тұр екен. Ол Нэнсидің қолындағы бинтті көріп, оны Джон кесті ма не дейтін арам ойға келіп үйге кіріп алады. Нэнси оған қару тіреп, өзінің қауіпсіздігі үшін үйден кетуін сұрайды. Бір кезде жарықтар жыпылықтайды. Бұл дегенің құбыжық кеп қалды деген сөз. Кейіпкерлер түкпір бөлмеге қашып кетіп, сол жерде күтіп тұрады. Мына екеуі әлгі кеңістікте келе жатып, бүкіл жоғалған айғақтарды байқап өтеді. Стив, ойбай, бәріміз өлеміз, 5-ші сезонға жетпей қалатын болдық қой деп жылап тұрғанда, Нэнси оны сабырға шақырып қуып жібереді. Ол қуылып үйіне кетейін деп тұрғанда, жарықтың қайта жыпылықтағанын байқайды. Құбыжық Джонды ұстап, ва деп қорқыта бастайды. Нэнси оған атады, бірақ дым шықпайды. Дым шықпағанын түсінген Стив шыға келіп, шеге витамин сабап Джонды аман алып қалады. Артынша құбыжық қақпанға түсіп қалады. Нэнси бензинді өртейді де артынан өшіреді. Бірақ құбыжық отпен қол ұстасып өшкендей жоқ болып кетеді. Тоңқайған әлемде екеуі Джойстың үйіне келіп, құбыжықтың қанын байқайды. Сол сәтте кәдімгі әлемде Джон жарық арқылы шешесімен байланып көреді. Ол да бұны байқайды. Үшеуі шамдардың жанғанына қарап, Джойс пен Хоптың сол аймақтарда кетіп бара жатқанын түсінеді. Лукас пен Дастин тоңазытқыштан шоколад тауып алады. Майк Оми мен бұл сұмдықтың бәрі біткен соң тыныш өмір сүреміз иә дейтіндей әңгіме айтады. Артынша оны сүйіп алады. Осы сәтте көтек агенттер мектепті қоршап алады. Майк оны тоқылдайым дегенше, ишак агенттер балаларды да қоршауға алады. Оми өз күшін қолданып жол ашады. Алайда өзі де есінен танып құлап қалады. Айта кететін жайт, Оми қаншалықты күшін қолданса, соншалықты ол әлсірейді. Хоппер мен Джойс қанды із арқылы мектепке келеді. Какай көке балаларды тауып, оларға кет дейді. Олар кетпейміз деп тұрып алады. Какай көке Омиді тауып, бәрі жақсы болады, қорықпа деп лапшаны құлаққа іле бастайды. Осы сәтте құбыжық осы жерден табылып, бәрін қырып тастайды. Балалар оны көріп қаша жөнеледі. Ал Какай көке ажалын күтіп, құбыжықтың бет аузына сүңгиді. Мына жақта екеуі келе жатып, барыптың денесін көреді. Артынша өлім аузында тұрған Уиллді табады. Хоп Уиллдің аузына жайғасып алған паразитті шығарып, оны атып тастайды. Балалар қашып келіп, ырбиған Омиді столға жатқызады. Майк оған, әлі біз балда Уэнсдей сияқты бірге билейміз. Көресің әлі, пожалуйста, бірақ өлмеш только деп уәде береді. Құбыжық та көп ұзамай кіріп келеді. Лукас рогаткамен атады. Ол ұшып кетеді. Сөйтсе, Оми соңғы күшін пайдаланып, оны тақтаға жапсырып қояды да, бәрімен қоштасып, фирменный шыңғырығымен құбыжықты күл-талқан етеді. Оны көрген таныс темекісін бір қуыста шегіп тұрады. Алайда онымен бірге өзі де жоғалып кетеді. Хоппер мен Джойс Уиллға медициналық дем беріп жатады. Хоппер өзінің қызының өлер жағын көз алдына елестетіп, бұл жолы Уиллдің өліп қалмауын қадағалап, бар күшімен жүрек массажын жасайды. Білмеймін, бірақ бұл түрімен керісінше қабырғасын сындыратын сияқты. Содан Уилл деп демалып есін жияды. Бәрі біткен соң Майктың әке-шешесі келеді. Уилл ауруханаға жеткізіледі. Қасында шешесі мен ағасы отырып, оның оралғанына мәз болады. Бәрі дәлізде күтіп отырады. Джонатан шығып, ана оянды көресіңдер ме дей бергенде, балалар палатаға кіріп, онымен көрісіп, сен жоқта білесің бе біз не істедік дейтін әңгімелермен бөліседі. Ол қоя берші казойстан тыңдай салам дегенде өзі неге тап болғанын айтады. Шериф көшеде шылым тартып келе жатқанда, біреу оған машинаның есігін ашады. Ол отырады да кетіп қалады. Бір айдан соң балалар видеоның басында қай жеріне келіп едік дейтін ойындарын жалғастырады. Бұл жолы ойынды аяғына дейін жеткізіп бәрін жеңіп, көңілдері жай табады. Уиллді алып кетуге Джонатан келеді. Майк Омидің отыратын жеріне қарап мұңайып қалады. Нэнси Джонатанға келіп, оған жаңа камера сыйлайды. Джон мен Уилл үйіне кетеді. Нэнси Стивпен бірге отырады. Стив бердің ба оған дегеніне қарағанда камераны Стив алып берген сияқтанады. Әлде бердің ба деп басқа нәрсені сұрады ма? Деп қоясың ғой. Хоппер жаңа жылды тойлап ұжымдастарымен корпоратив өткізуге дайындалады. Жол жөнекей орманның бір жерінен тоқтап, жәшікке вафли қойып кетеді. Оны не үшін қойып кеткенін комментке жазып тастаңдар. Үйде Джойс мерекелік дастархан жаяды. Ал Уилл кәз келемде туалетке барып қол жуып тұрғанда, аузынан тоңқайған әлемнен бір естелігін түкіреді. Және бір сәтке сол әлем елестей кетеді. Артынша түк болмағандай болып дастарханға жайғасады. Мынау бітпей кетті ғой, екінші сезон істеу керек сияқты. Істеу керек. Неге жасамасқа соны?